Әкемнің қарттығын пайдалана отырып, нотариус өзінің ұйымдасқан тобымен үйіміздің құжаттарын өздерінің аттарына аударып алып, қазіргі таңда мен далада қалайын деп отырмын. Мен 6 баланың анасымын, және 80-ге таянған әкем бар. Құрметті халқым, менің Жезқазған қаласының тұрғынымын. Мен бармаған жерім жоқ, әділет іздеген жерім жоқ. Акиматқа шейін бардым, сотқа шейін бардым. Соттың өздерінің үкімін бізсіз шығарып, екінші таңда қазір апелляциялық сотқа шағымданып отырмын. Қазіргі таңда 6 баламен және 80-ге келген әкеммен мен далада қалайын деп отырмын. Құрметті менің халқым, мен сіздерден ғана енді үміт күтемін. Қазіргі таңда мен Жезқазған қаласынан ешқандай әділдік таппай отырмын. Бұл үй әкемнің 15 жыл әкімшіліктен алған, кезекке тұрып, 15 жыл бойы кезекте тұрып алған өзінің тиесілі жері тұғын. Сол жерге әкемнің 15 жыл бойы жинаған пенсиясымен осы үйді ағадал еңбегімен салған бұл алаяқтық топтар өздерінің шешімдерін және де қалалық әкімшіліктерден де, соттан да мен ешқандай әділ шешім көріп отқан жоқпын. Қазіргі таңда мен 6 баламен және 80-ге таянған әкеммен далада қалайын деп отырмын. Құрметті халқым, мені қолдауларыңызды сұраймын. Сіздерден ғана күтемін енді. Қалған уақытта менде басқа шабыра қалған жоқ, бармаған жерім жоқ, баспаған тауым жоқ.